Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында дайындауға болатын қатпарлы самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шықты. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге керегі ол фарш. Начинкасын өз қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Ал қамырына жұмыртқа, сары май және де ұн қажет болады. Осы заттардың барлығының қанша мөлшерде керектігін мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен қайнап тұрған судың буына осы сары майымыздың барлығын жақсылап ерітіп аламыз. Кішкене суығаннан кейін арнайы ыдысқа осы сары майымызды құямыз. Кейін жұмыртқаларымыздың барлығын осы сары майдың үстіне саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды себеміз. Жақсылап осы массаны венчикпен араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды сетадан өткізіп қосамыз. Және де қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет, дәл видеодағыдай. Келесі кезекте қамырымызға ұн себе отырып, осылай жұп-жұқа қылып қамырымызды жайып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Барлық жеріне сұйық майымыз жағылуы тиіс. Осылай қолымызбен жағып шықсаңыздар болады. Және осы қамырымызды тығыз етіп орайтын боламыз. Орап болған қамырымызды осылай дөңгелете отырып жинақтаймыз. Және де осы қамырды 1-2 сағат көлемде тоңазытқышқа қалдырсаңыздар болады. Қамырымыз 1-2 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді осылай бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Және де осылай бірінші қолмен, одан кейін оқтаудың көмегімен осы қамырымызды дөңгелете отырып жаямыз. Қамырымыздың барлығын дөңгелете отырып жайып алдық. Енді ортасына начинкасын салып түйетін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен осылай 3 бұрыш түрінде түйіп шықтым. Барлығын түйіп орналастырып алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста осы самсаларымызды 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осымен біздің қатпарлы самсамыз дайын. Міндетті түрде менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.